Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бастарын бәйгеге тігіп, сын сағатта біреуді құтқарам деп өз өмірін құрбан қылған адамдар аз емес. Бүгінгі әңгімеміз әлем бойынша ең қауіпті деп танылған мамандықтар туралы болмақ. Бірінші, орман балташысы. Бұл жұмыс биіктікпен байланысты. Оған қоса электронды ара және ағаш дайындайтын техникалармен жұмыс істеуге тура келеді. Статистикаға көз жүгіртер болсақ, соңғы жылы осы салада жұмыс істейтін 116 адам қаза тапқан. Екінші, шахтер. Жыл сайын жұмыс кезінде орта есеппен алғанда 50-60 шахтер қаза болады. Мұндай жағдайлар көбіне көмір шығару кезінде болатын жердің опырылуынан және де газ бен метанға уланудың әсерінен болып жатады. Үшінші, өрт сөндіруші. Өрт сөндірушілердің қажырлы дайындықтан өтіп, төтенше жағдайлардың алдын алу жолдарын үйренгендеріне қарамастан, түрлі жарақат алу мен апатқа ұшырау мүмкіндіктері өте жоғары. Төртінші, көп қабатты ғимараттардың терезелерін жуушы. Бұл өте қауіпті іс, және терезе жуушылар міндетті түрде арнайы дайындықтан өтулері қажет. Бесінші, биіктікте жұмыс істейтін электромонтажшылар. Өте сирек кездесетін мамандық. Біле білсеңіздер, мұндай жоғары вольтты линиялардағы жұмыстардың көбі жалаңаш қолмен атқарылады. Алтыншы, сапер. 1996-2002 жылдар аралығында минасыздандыру жұмыстары кезінде 500-ден аса адам қаза тапқан. Жетінші, мұнай ұңғыларын бұрғылау. Аталған мамандық әркімнің қолынан келе бермейді. Себебі тәулігіне 12 сағат жанғыштық қасиетімен ерекшеленетін материалдармен жұмыс істеу өте қауіпті. Бұған қоса, бұрғылаушылар жағалаудан жүздеген километр қашықтықта өркениеттен аулақ дерлік жерде жұмыс істейді. Сегізінші, жаға күзеті және құтқару қызметі. Су апаттарымен күресе жүріп, адамдарды аман сақтап алатын құтқарушылар күн сайын тәуекелге барады. Мамандық таңдау, өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау деп осы видеомда аяқтағым келеді. Сондықтан, болашақ мамандығыңызды таңдағанда, әр маманның өз саласын жақсы білуі керек екенін ескеріңіз. Бұл өте маңызды.